жасаймын деген сияқты. Енді интернет мәселесі бұл біздің ауруымыз болды. Дастарханның басында отырып, барлығы шай ішіп отқанда бір-бірінің соткасын шұқылап отырады, бетіне қарамайды. Сонда енді әзіл де бар ғой кезінде. Жұрттың бәрі сотка шұқып отса, келіні соткасының бәрінен SMS жазып жіберді, шайдан алып отырыңыздар деп. Өйткені былай айтса ешкім естімейді де, шайдан алыңыздар десе, бәрі сотка шұқып отыр. Алыңыздар десе, ешкім үндемейді. Сосын барлығының соткасын SMS жазып, шайдан алып отырыңыздар десе, барып жұрттың бәрі деп шай беріп жатыр дейді, жаңа кесесін ұзатып. Сол сияқты сондай бір ауыр заманға келдік. Интернеттің себебінен дін үйренеміз деп көп азаматтарымыз ұстазын өзінің интернет қылып алған қателіктері бар. Айтқымыз келетіні, бауырлар, бұл нәрсе негізі білім жолына дұрыс келе бермейді. Білімді интернеттен үйтіп тауып алмайсыз. Тірі ұстаздан сауал жауап ретінде оқығаныңыз абзал болады.